Сәлеметсіңдер ме 3-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бөлім атақты тұлғалар 76-ші сабақ. Тақырып мерген қыз. Сендер бүгінгі сабақта сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді қолданасыңдар. Мерген қыз Әлия Молдағұлова туралы мәлімет білесіңдер. Әлия Молдағұлова туралы видеороликті көрейік. Әлия Молдағұлова Ұлы Отан соғысы жылдары 2-ші Балтық жағалау майданы 22-ші әскер 54-ші арнайы атқыштар бригадасының мергені болды. 1942 жылы 20 наурызда КСРО Қорғаныс халық комиссариятының бұйрығымен жалпыға бірдей әскери оқыту бас басқармасы тұсында мерген нұсқаушылар мектебі ашылды. Әлия Молдағұлова мергендер мектебінің алғашқы тобында оқыды. 1944 жылдың қаңтарында Ленинград-Новгород операциясы барысында атқыштар бригадасы Псков облысындағы Новосокольники қаласы бағытындағы майданға жылжыды. Олар жау қорғанысын бұзып өтіп, қаланың солтүстік жағына шықты. Шайқастың шешуші сәтінде неміс әскері қарсы оқ жаудырды. Мерген қыз Әлия Молдағұлова жауынгерлермен бірге жаудың қарсы шабуылына тойтарыс берді. Кезекті шабуыл кезінде қолынан жарақат алған Әлия қоян қолтық ұрысқа қатысып, неміс офицерінің қолынан 2-ші рет жарақат алады және осы жарақаттан қаза табады. Әлия жаудың 78 солдаты мен офицерінің көзін жойды. КСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1944 жылы 4 маусымда Әлия Молдағұловаға қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы беріліп, және Ленин орденімен марапатталды. Дәптермен жұмыс жасайық. Әлия Молдағұлова Ұлы Отан соғысына қатысқан мерген батыр қыз. Дәптерімізге жазып аламыз. Әлия Нұрмахамбет қызы Молдағұлова 1925 жылы 15 маусымда Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. Қазақтың қаһарман қызы, Кеңес одағының батыры, мерген болған. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірген. Қалай ойлайсыңдар балалар? Батыр деп кімді айтамыз? Батыр адам қандай болу керек? Өз ойларыңмен бөлісіңдер. Оқулықтағы тапсырманы орындайық. Даламыздың даңқысын балауса гүл балғын қыз, жанын қиып халық үшін жанып тұрған ақ жұлдыз. Бұл өлең кімге арналған? Батырға, ақынға, ғалымға? Ойланайық. Жарайсыңдар. Батырға. Өлеңдегі бос орынды тиісті эпитетпен толықтырыңдар. Жарайсыңдар. Балауса және балғын. Бұл жерде эпитет сөздер. Өлеңге сай келетін мақал-мәтелді тап. Мәңгі жасап жерденді, биік бол деп таулардан, сенің балғын бейнеңді жасап қойдық мәрмәрдан. Бұл жерде қай мақал-мәтел сәйкес келеді? Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді, ел үмітін ер сақтар, ер үмітін ел сақтар. Жарайсыңдар. Ел үмітін ер сақтар, ер үмітін ел сақтар мәтін сәйкес келеді. Сөздікпен жұмыс жасайық. Мәрмәр, құрылыста пайдаланатын сәндік жылтыр тас. Оқулығымызда берілген автормен таныс болайық.
Сағи Жиенбаев 1934 жылы 15 мамырда Ақтөбе облысының Байғазин ауданында Аймауыт деген ауылда дүниеге келген. Сағи Жиенбаев талантты ақын. Оның Қарлығаш, Сыйлық, Менің көршілерім, тағы да басқа да өлеңдер жинағы жарық көрген. Тапсырманы орындайық. Қажетті сөздерді тауып, нақ сөздерді оқиық. Жарайсыңдар, тапсырманың барлығын дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Тексерейік. Ер есімі ел есінде. Еліңді сүйсең, іс істейсің. Батыл болмай, батыр болмайсың. Батыр адам өлімді жеңеді. Тәуекел елге бел буған адамды қорқыныш билемейді. Қорқақ қол бастамайды. Екеуі осындай нақыл сөздер. Сабағымызды қорытындылау мақсатында 4 сөйлем әдісін пайдаланып, сабақтан түсінгенімізді жазайық. Өз ойларыңды жазыңдар деген ойдамын. Тексеріп көрейік. Әлия Молдағұлова Ұлы Отан соғысына қатысқан мерген қыз. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанған. 1944 жылы Кеңес одағының батыры атанған. Әлия Молдағұлованың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Жарайсыңдар, сау болыңдар, келесі кездескенше.